22 оқушы 100% грантқа түсті. Оның жартысы шетелге түсті, мысалы. Жыл сайын в среднем бір адам Қазақстаннан грантқа түседі. Және ол адам Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болып табылады. Сен мықты курссың ба? Қандай результаттар? Статистикаларыңыз көрсетіңіздер. Осыған қанағаттанса, курсқа беру керек. Курстар қалай жұмыс істеу керек, чтобы бала қызығып оқу үшін және ата-ананың көңілінен шығу үшін. Өкінішке орай, второй шанс уже болмайды. Өйткені тек 6 класста тапсыра аламыз, одан кейін уже мүмкіндік болмайды бізде. Таңдау кезде ең бірінші акцентті мұғалімге қойыңыздар. Центрларға емес, немесе басқа бір нәрсеге емес, тек қана мұғалімдерге. Өйткені бала конкретно мұғаліммен жұмыс жасайды. Өкінішке орай, орта мектепте ондай мамандық елдері жоқ. Запечатывать етіледі да, Голландияға кетеді. Қазақстанда тексерілмейді, яғни Қазақстанда тексерілсе, бір нәрсе болып қояды ма? Білмейміз ғой, сондай болуы мүмкін. Жолда жоғалып қала ма? Голландияда тексеріледі да. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің НЗМ тұлғалары айдарына тағы да қош келдіңіздер. Бұл айдарда біз көбінесе Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектерімен немесе оқушыларымен интервью түсіреміз. Сол кісілердің өмірлері туралы, жалпы білімдері туралы, мектеп өмірі туралы сөйлесеміз. Бірақ та бүгінгі біздің айдарымыздың ерекшелігі өздеріңіз көріп жатқандай подкаст стилінде түсірейік деп ойладық, енді бір көрейік деп. Бұл да біз үшін бірінші тәжірибе, былай айтқанда. Бүгін біздің қонақта Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Шымкент қаласының Давлат, Шымкент қаласының физика-математика бағытындағы. Сіз жақынырақ отырасыз ғой микрофонға. Және де Жайық, Шымкент қаласының физика-математика бағытының Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі. Сонымен қоса бізде бүгін тағы да форматымыздың ерекше түрі Стадилайн курсының клиенттермен жұмыс жасау бөлімінің директоры Жандос Ерланұлы қонақта келіп отыр. Тағы да қош келдіңдер. Қош келдік. Бүгін толығырақ осылай өзіміз сөйлесіп, жан жақты ашуға тырысайық өзіміздің тақырыбымыз туралы. Ең бірінші таныса отырайық. Жалпы бұл деген Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары туралы интервью болғандықтан, бірінші өздеріңмен жақынырақ танысайық. Давлат, Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі екенін білеміз. Сол жерде оқығаныңды, жалпы қазір немен айналысып жатырсың? Менің аты жөнім Асанбаев Давлат. Мен өзім Түркістан қаласының тумасымын. 2021 жылы Шымкент қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебін бітірдім. Қазіргі уақытта осы Алматы қаласында Қазақ Британ техникалық университетінде бірінші оқу жылы студентімін. КБТУ ма? КБТУ-да, Қай мамандықта оқисың? Менің қазіргі оқып жатқан мамандығым қаржы істері мамандығы. Жақсы. Бизнес школа дейміз ғой, сол салада. Сен сонда мектепте оқып жатқан кезде осындай финансы жағын таңдағың келді ма? Сол мамандықта оқығың келді деген сияқты? Уже ништа оқып жатқанда маған осы география пәні өте қызық болған. Осы география пәнімен өзім қосымша айналысып, қосымша оқып жүретінмін. И менің осы мектептегі мұғалімім осы мамандық таңдауыма септік болды десек те болады. Яғни мұғалімнің арқасында осы мамандық таңдап отырсың. Қазір қалай, ұнап жатыр ма? Өкінбейсің ба оқып жатқанына? Жоқ, өте қызық мамандық. Өйткені қазіргі уақытта біздің Қазақстанда мықты қаржыгерлер өте аз. Сондықтан мен осы саланы дамытқым келеді, өзімнің үлесімді қосқым келеді Қазақстанның экономикасының дамуына. Сол үшін маған өте қызық бұл сала қазір. Жақсы, рахмет. Жайық. Қазір немен айналысып жатырсың? Қайда оқып жатырсың? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен есімім Қойшиев Жайық. Мен де 2021 жылғы Шымкент қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болып табыламын. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық медицина университетінде Асфендияров атындағы жалпы медицина факультетінде бірінші курс студентімін. Сен Шымкент қаласының физика-математика бағытын бітірдің, бірақ та биология бағытындағы медицина саласында оқып жатырсың. Жалпы осы ништа екіге бөлінеді ғой Назарбаев зияткерлік мектебі. Физика-математика бағытында және химия биология бағытындағы. Основной енді көп адамдар ойлайды, химия биология бағытында оқығандықтан сол медицина саласын таңдайды көбісі деп. Ал физика-математика бағытын оқыса, мысалы Давлаттың кейсіндағыдай,
финансы жағына барады деген сияқты. Сол яғни сол туралы ойыңды айтып берсең. Сендердің мектепте медицина саласын таңдаған оқушылар көп болды ма, немесе физматта дегенмен де финансы жағына кететін, бағана IT саласына кететін ма көп оқушылар университет таңдайтын кезде, қалай ойлайсың? Иә, сізбен толықтай келісемін. Негізі өте осы актуальный сұрақ деп айтсақ болады. Мен өзімнен де көп таныстарым, туысқандарым сұрайды, сен өзің физика математика бағытында оқып, неге медицинаға кеттің деген сияқты. Осы физика математика бағытында медицинаны да оқыта бере ма деген сияқты сұрақтар көп қояды. Негізі Назарбаев зияткерлік мектептері сіз айтқанда екі бағытқа бөлінеді: химия биология бағыты және физика математика бағыты. Бірақ екі бағытқа бөлінгенмен мектептердің оқу бағдарламасы бірдей. Бізде мектепте Кембридж стандарттары бойынша Кембридж бағдарламасымен өтеді. Екі, жалпы айтқанда барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінің бағдарламасы бірдей. Яғни оқытатын сабақтары бүкіл барлығы бірдей болып табылады. Тек қана мектептердің аттары ерекше, жаңағы бағытқа қарай бөлінген. Біздің мектепте әр мектептің өзінде, енді әркім өзі таңдайды. Біздің мектептен де мысалы медицинаға немесе сол химия биология профильный предметтерін таңдап сол мамандықпен кеткендер де көп болды. Физика математика бағыты болғанмен біздің мектепте де мысалы химиядан, биологиядан білікті кәсіби деңгейде үйрететін мұғалімдер көп. Сонымен қатар бізде международный мұғалімдер болды, шетелдің мұғалімдер. Олар да бізге сабақ берді. Яғни бағыт бойынша айырмашылық жоқ. Толық жеткілікті деңгейде сабақты береді. Ал медицина таңдау мен өзім шешімім болды. Осылай медицина таңдадық. Бірақ негізі айырмашылық жоқ. Қандай айырмашылығы бар ХБМ мен ФМН? Не үшін бөлінеді? Сол негізі бағытына қарай бөлінеді. Мысалы мен емтиханды негізі 6 сыныптың соңында тапсырамыз. Егер түсіп жатсаң 7 сыныптан бастап оқисың. Может, сол кезде былай таңдау болады. Химия биологияға түсесің ба, немесе физматқа түсесің ба. Мен өзім физматқа тапсырдым, бірақ мен ол кезде медицина таңдаймын деп ойламадым. Мен өзім физика математикаға қызығатын едім. Есептер жақсы шығарғаннан кейін физматты таңдап түстім. Может, мен ойлаймын, сол кезде выбор болады, жаңағы оқушының алдында қай бағытқа тапсыратын. Ал бірақ негізі ерекшелік жоқ. Ал уже 11 сыныптан бастап жаңағы профильный предметтерге бөлініп сабақ оқитын боласың. Сол кезде уже таңдайсың, либо қай бағытқа кететінін таңдайсың, сол бағыт бойынша сабақ өтеді саған. Мен сол кезде болашақ мамандығым дәрігер деп таңдап, профильный предмет ретінде химия мен биологияны таңдадым. Сөйтіп осы сабақтарды оқыдым. Қай сыныпта сен түсіндің, что все, мен дәрігер болғым келеді болашақта деген сияқты? Енді мен өзім 9 сыныпта түсіндім деп ойлаймын. Бізде мектепте, Назарбаев зияткерлік мектептерінде 10 сыныпта алғашқы өзі кішігірім емтихан болады. Ол емтиханды біз MESC деп атаймыз. Яғни MESC деген международный экзамен стандарты Кембридж. Сол Кембридж стандарттары бойынша тапсырылатын экзамен. Вот осы экзаменді таңдау пәні бойынша тапсырасың. Сол кезде мен уже 9 сыныпта түсіндім дәрігер болатынды. И 10 сыныпқа өзім жоспар қойдым. Дәрігер мамандығын таңдаймын. И жаңағы таңдау пәні ретінде биологияны таңдаймын. Сөйтіп осылай дәрігер мамандығына түсем деген секілді жоспар қойдым алдыма. Өте керемет, сәттілік тілейміз. Рахмет. Бізге мықты дәрігерлер керек болашақта. Давлат, сен қай сыныптан түсіндің? Мен осы финансы, қаржы саласын меңгергім келеді деген. Негізі біз осы 12 жыл оқимыз ғой, біз 12 жыл оқимыз. 11 сыныпта уже біз пән таңдаймыз. Официально, чтобы MESC деген емтихан тапсырып, ол конвертация НТ-ға болу үшін деген сияқты. Сол 11 класста түсіндім, что мен осы қаржы саласын оқимын, осы саланы меңгерем деген сияқты. Мұғаліммен ақылдастым, ата-анамен ақылдастым деген сияқты. Солай толық шешім қабылдадым, что мен қаржы саласын оқимын болашақта. Осы салада жүремін деген сияқты. 12 сынып деп айтып кеттің. Барлық Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары 12 сыныпта оқиды. 12 жыл оқимыз. Ал барлық оқушылар мектеп қазіргі орта білім беру жүйесіндегі мектепте 11 сынып оқиды. Сонда мысалы былай қарасақ, ништа оқыған оқушы, қанша жерден бағанандай білім жүйесі өте мықты дегенмен де, бірақ 12 жыл оқығандықтан мысалы 1 жыл жоғалып қалуы мүмкін ғой деген сияқты нәрсе бар да.
сол жағын өздерің қалай ойлайсыңдар? Аха, осы сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Бірақ мүлдем ондай емес. 12 жыл оқығанның өте көп плюстары бар. Біріншіден, өзіміз білеміз, қазір көптеген ағаларымыз осы мектептегі шақтарын сағынып жүреді. 12 жыл оқыған өте керемет негізі. Бірақ плюсы, мен қазір КБТУ-да бірінші курс емес, мен қазір КБТУ-да екінші курстан бастап оқып жатырмын. Яғни бір жылдық оқуымды маған өзі жауап береді университеттің өзі. Өйткені мен Назарбаев зияткерлік мектебі, фокусная школа дейді ғой, соны бітірдім. Бірақ қазіргі уақытта бәріміз білеміз, что қазір бірінші сыныптан бастап бүкіл орта мектептерге тоже 12 жылдық оқу қабылданып қойды официально. Яғни ништің системасы бізге енді келіп жатыр. Бірақ бұл біз системаны уже 6 жылдан бітіріп қойғанбыз. Яғни қазір Қазақстанның орта мектептері тоже осы Назарбаев зияткерлік мектебі сияқты 12 жылдық оқуға көшіп жатыр. Яғни бұның плюстары өте көп дегенді білдіреді. Бекерден бекер бүкіл орта мектеп бұл системаға көшпейді ғой. Значит, бұның арнайы өзінің ерекшеліктері бар, арнайы плюстары бар деген. Сол үшін қазір бүкіл орта мектеп 12 жыл оқиды. Яғни қазір барлығы 12 жыл оқиды. Ниш немесе орта деген сөз жоқ. Бірақ та Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының бір ерекшелігі, олар екінші курстан бастап білімін алып кетуі мүмкін. Университет 3 жылда бітіріп шығады, 4 жылда бітіріп шығады, яғни ештеңке жоғалтпайсың былай ойланып қарасаң. Осы жерде толықтыра кетсем, негізі тоже өте қызық сұрақ қойдыңыз. Бізден де көп адамдар сұрайды. Бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде 12 жыл оқимыз. Сендер сонда бір жыл терят еттіңдер дейді. Мысалы, бір жылдарың жоғалттыңдар, соған өкінбейсіңдер ма деген секілді сұрақтар қояды. Бірақ біз айтамыз толықтай, оған өкінбейміз. Себебі негізі қазірден бастап жайлап бүкіл Қазақстанның білім жүйесі, яғни 12 жылдық оқуға көшіп жатыр. Яғни оны біздің мектептен бастады. Яғни біздің мектеп как экспериментная школа болды. Яғни Қазақстанның оқушылары осыған дайын ба, осы 12 жылдық оқуды меңгере ала ма деген секілді бастады. Және біздің мектепте, осы Назарбаев зияткерлік мектептерінде кішігірім эксперимент жүргізді. Яғни бізге қарап, Қазақстанның, яғни болашақта оқушылар дайын екенін меңгере алатынын көріп, жайлап қазір 12 жылдық оқуға көшіп жатыр. Сонымен қатар біз 12-ші сыныпта, мысалы, көбінесе бірінші курстың уже қазір студенттер бірінші курста өтетін программаларды өте бастаймыз. Сол себепті біз универге түскен кезде біздің бірінші курстағы кейбір сабақтарымызға жауап береді. Яғни біз уже ол предметтерді оқып қойдық. Сол себепті ол предметтерді жауап беріп, біз как екінші курс ретінде оқи береміз. Сол кезде бізде сонда айырмашылық болмай қалады. 12 жыл оқыдық, зато мына универде екінші курстан бастап оқып жатырық дегендей. Жақсы. Жалпы осы Назарбаев мектебінде ең бірінші СОР мен СОЧ деген нәрсе, ол ништа шықты ғой. БЖВ және ТЖВ дейді. Әлемдік стандарттағы білім беру жүйесін ең бірінші Назарбаев зияткерлік мектебінде тестировать етеді сол оқушылардан. Кейіннен бастап ол тестіден жақсы өткеннен кейін ол бағана орта мектептеріне кетеді. Сондықтан қазір оқушылардың барлығы 90-дық емес, оларда бір жылда 4.90 емес, 4 экзамен емес, яғни бір жылда 10 ба сондай бол, одан асып кетті енді. Ол былай оның плюсы неде жалпы? Не үшін сондай көп экзамен болу керек? Мысалы 4 экзамен жеткілікті ғой бір жылда деген сияқты. Осы сұраққа жауап беріп кетейін. Негізі біз өзіңіз де білесіз, бүкіл емтиханды осы уақытқа 1-2 күн қалған кезде дайындаламыз, дұрыс па? Өмір емтиханды мысалы 27 май болса, біз 26 май дайындалып барамыз, бәрін жаттап тапсырамыз, одан кейін ұмытып кетеміз. Бұл мүлдем пайдасы жоқ. Негізі білім бізде қалу керек. Сол үшін осындай система қабылдап отыр. Яғни әр 2 апта сайын, әр 3 апта сайын біздің білімімізді тексеріп, осындай БЖБ дейді ғой, сондай емтихан алып тұрады. Соны тапсырып, біз өзіміздің білімімізді бекітеміз. Одан кейін екінші БЖБ болады. Одан кейін ТЖБ деген еді. Осылай өзіміздің білімімізді біз көрсетіп, өзіміздің білімімізді тексеріп, емтихан тапсырып отырамыз. Өте пайдалы негізі. Осылай білімді бекіту мақсатында, егер біз бір күнде дайындалып, оны ұмытып кетеміз жоқ, не пайдасы бар мысалы ретінде ертең бізге болашақта университетте керек болады, өмірде керек болады деген сияқты. Сол үшін өте жақсы бағалау менің ойымша бізге ұнады. Жалпы қызық идея. Онымен келісуге де болады. Енді мына тақырып туралы сөйлесек. Не себептен сендер Назарбаев зияткерлік мектебін таңдадыңдар, мысалы Қазақстанда бар ғой, тағы да басқа да мықты мектептер. Неге ниш? Және де оған қалай дайындалдыңдар? Сосын нишқа грантқа түстіңдер. Орта мектеп, бұрынғы мектептермен ништің айырмашылығы туралы бір әңгімелессек.
Иә, бізде өзіңіз айтып өткендей көптеген жаңа фокусный школалар бар. Ол НЗМ, Назарбаев зияткерлік мектептері, немесе қазір БИЛ, кезінде біздің кезімізде КТЛ деп атаған, қазір БИЛ, білім инновациялық лицейлері. Дарын, мен дарында оқығам мысалы. Тағы Нұрорда деген сияқты мектептер бар. Мен өзім 6 сыныпта емтихан тапсырдық. Негізі бүкіл осы атап өткен мектептердің бәріне 6 сыныптың соңында емтихан тапсырасың, и түссең уже 7 сыныптан бастап сол мектепте оқисың. Мен 6 сыныпта бірінші болып негізі досымнан естідім. Осындай Назарбаев зияткерлік мектептері бар екен. Осы досым келіп маған айтты, давай осындай Назарбаев зияткерлік мектептер деген жақсы мектеп бар, соған тапсырайық, екеуміз бірге дайындалайық деп. Сөйтіп екеуміз бірге курстарға барып дайындалдық. Сөйтіп емтихан тапсырдық, сөйтіп түсіп кеттік. Бірақ біз Назарбаев зияткерлік мектептерімен ғана тоқтап қалған жоқпыз. Бізде тағы енді ой болады, түспей қалсаңшы деген секілді ой болып, біз сонымен қатар БИЛ, Нұрорда мектептеріне де тапсырып көрдік. Және мен сол кезде енді бәлкім дайындығым жақсы болып, 3 мектепке де түстім. Сол БИЛ мектебіне де түстім, Назарбаев зияткерлік мектептеріне де түстім, и Нұрордаға да түстім. Сен сол 6 сыныпта емтихан тапсырып, осы 3 мектепке КТЛ, бұрынғы қазіргі БИЛ, бұрынғы Қазақ-Түрік лицейі, Назарбаев зияткерлік мектебіне, Нұрорда деген ол Шымкенттегі фокусный жақсы мектеп деген сөз, иә? Астанада. Астанада. Жақсы. Ал Астанада ғана бар ма Нұрорда? Нұрорда мектебі жаңағы КТЛ мектептерінің ең БИЛ мектептерінің ең главный болып табылады, ең жақсысы Астанада. Ол ништің IBE сияқты ма мысалы? Иә, Назарбаев зияткерлік мектептерінің IBE сияқты. Болды, түсіндік. Солайша сен... Менде таңдау болды, қайсына барам деген. КТЛ-ға ма, немесе Назарбаев зияткерлік мектептеріне ма, немесе жаңағы Нұрордаға ма. И мен Назарбаев зияткерлік мектептеріне түсем деп таңдадым. Себебі Назарбаев зияткерлік мектептерінің көптеген артықшылықтары бар. Біріншіден біз грант ұтып алдық. Ол грант өркен гранты деп аталады. Ол өркен грантын ішіне көптеген нәрселер кіреді. Яғни 5 мезгіл тегін тамақ береді, әр жыл сайын форма береді, өзінің специальный формасы болады, соны киіп жүресің. Және де Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқу жүйесі жақсы еді. Яғни басқа мектептермен салыстырғанда жаңа атап өттік қой, Кембридж стандарттарына сай жаңа оқу бағдарламасымен үйрететін еді. Және де бізде мектепте ол кезде международный мұғалімдер, яғни шетелден келген мұғалімдер сабақ беретін еді. Осы артықшылықтары мені қызықтырды, және осы себепті мен Назарбаев зияткерлік мектептерін таңдадым. Қазақ-Түрік лицейінде 4 мезгіл, 5 мезгіл тамақ жоқ болғанда? Бар ма? Жоқ. По-моему бар. Қателеспесем бар. 5 мезгілді ол бәріне бере ма, ништа или общагада тұратындар ғана ма? Жоқ, Назарбаев зияткерлік мектебіне жаңа грант ұтып алған, өркен грантын ұтып алған адамдар ғана түседі. Сол грант ұтып аласың, сол гранттың ішіне жаңа 5 мезгіл тамағын кіреді, ол оны бүкілі тамақтанады. Бірақ айта кететін нюанс бар. Бұл жерде жатақханада тұратындар 24 сағат мектепте болғандықтан кейін оларға 5 мезгіл тамақ береді. Ал және де бізде өзі Шымкент қаласының оқушылары болады. Олар мектепке қатынап оқиды. Оларда 3 мезгіл тамақ болады. Ал Давлат, не себептен сен Назарбаев зияткерлік мектебін таңдадың, және де грантқа түскеннен кейін грантқа түспей тұрып қандай болды? Мектепте қандай жаңа өзгерістерді байқадың өзің? Былай қарасақ, негізі осы менің Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге негізгі септігін тигізуші ол менің ата-анам, ата-әжем десем де болады. Өйткені осы кісілер маған Назарбаев зияткерлік мектебі туралы айтты, что осындай мектеп бар Шымкент қаласында. Түркістан қаласында жоқ еді, осы жыл ашылды ғой бізде былтыр. И что Шымкент қаласында Назарбаев зияткерлік мектебі бар, соған түссең, что сен болашақта мықты тұлға болып қалыптасасың деген сияқты маған мотивация берді. Маған қатты ұнады. Сосын біз документ тапсыруға барғанда мен мектептің зданиясын көрген кезде өте қуандым, өте керемет мектеп екен. Мен өмірімде ондай мектеп көрмеген едім. Сол үшін маған өте қызық болды. Одан кейін ата-әжем мені курсқа жазды. Мен осылай курспен дайындалып 2015 жылдан бастап осы Назарбаевская школада өркен грантымен оқуды бастадым. Вот мектепке келдің, қандай нәрсе саған жаңа сияқты көрінді? Ол просто современный болды ма, немесе шын мәнде бір өзгерісті байқадың ба деген сияқты? Әрине өте керемет мектеп, бүкіл құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген, ішіне жаңа технология десек те болады, жаңа достар, жаңа жайға айтқандай 5 уақыт тегін тамағы, киім кешегі,
арнайы өзінің осылай значогы бар, Назарбаевская школа деген. Енді ол кезде қызық қой бізге, өмірімізде көрмегенбіз ондай значокпен прям официально жүресің, өзіңді былай сразу түскеннен бастап өзіңді бір мықты азамат сезінесің, что костюм шалбармен значокпен жүресің, как депутат сияқты. Өте керемет сезім болды негізі. И жаңа достар Қазақстанның бүкіл аймағынан, ол да бір қызық негізі. Өйткені айтады ғой, егер сен мықты адамдармен аралассаң, сен значит уже мықты адамсың деген сияқты. Солар да өзінің септігін тигізді. Өте мықты мұғалімдер, шетелді бітіріп оқып келген, одан бөлек жаңа шетелдің мұғалімдері, Франциядан, Англиядан, Великобритания, бүкіл елдің мұғалімдері біздің мектепте жұмыс істеді, осылай мұғалім болып. Солай өте керемет негізі. Артықшылықтан айта берсек, қазір өте көп уақыт Сен кетіп өзің 5-6 класс кезінде тапсырдың ғой, иә? 6 класста документ тапсырасың, сол кезде уже экзамен. И қалай сен до, получается, экзаменов отличник болдың ба? Уже нормально оқып жүрдің ба? Или дайындық жүйесін бастадың ба? Центрлармен болсын, қазір көп қой ондайлар. Негізі орта мектепте үздік болып оқыдық қой, бүкіл 5-ке оқыдық десек те болады. Бірақ курсқа бару керек болды. Өйткені біз естідік, что Назарбаев зияткерлік мектебінде орта мектептің білімі керек емес десек те болады. Өйткені ол жерде мүлдем басқа сұрақтар келеді емтиханда. Біздің сыни тұрғыда ойлауын тексереді. Яғни мен түсіндім, что маған орта мектептің білімі жеткіліксіз болады. Что мен сол біліммен тапсырсам, мен түсе алмаймын, получается. Бірақ өкінішке орай второй шанс уже болмайды. Өйткені тек 6 класста тапсыра аламыз, одан кейін уже мүмкіндік болмайды бізде. Бұл өмірге деген үлкен қадам десек те болады. Сол үшін курсқа бардым, қанша 7 ай дайындалдым, 7-8 ай қателеспесем. 8 ай дайындалып, ол кезде бізде емтихан мартта еді. Қателеспесем, қазір апрельде болады, ауысты. Мартта тапсырдық, февральдың 28 и марттың 1 тапсырдық. Солай енді жазда нәтиже шықты, соны көріп қуантып, нишқа түсіп аяқтап отырмыз енді. Яғни сендер проинформированный болдыңдар Назарбаев мектебіне тапсыратын кезде. Мен мектепте отличникпін, бірақ та ол аздық етеді, бәрі сұрақтары басқа екенін естідіңдер, сол сұрақтарға байланысты дайындықты өткізгеннен кейін сол сұрақтар сендерге келді. Соның нәтижесінде сендер грантқа іліге алдыңдар, мынандайлар да болды ма, мысалы таныстарың арасында курсқа бармай деген сияқты сұрақтар көріп, бұндай сұрақтар мектепте оқымадық қой, мысалы оқымадық, и бағанағыдай төмен алып қалған болды ма, немесе сендердің достарың барлығы осылай бірге курсқа бардыңдар ма деген сияқты? Менде тоже осындай случай болды. Біз емтихан тапсырып шықтық. Емтихан тапсырып шыққаннан кейін енді бір-біріңмен талдайсың ғой, қалай болды деген секілді. Сол кезде кейбір балдар болды, айтып жатқан, мынандай сұрақтар біз дайындалмадық, мынандай сұрақтар келетінін білмедік деп айтып жатқан балдар болды. Ал керісінше наоборот, тура біздің курста үйреткен нәрселер, біздің дайындалған тақырыптар келді деп жатқан оқушылар да болды. Негізі көбінесе біз ата-аналармен жұмыс жасаған кезде анандай сұрақтар қойып жатады. Мысалы, дайындықты бастамай тұрып, көбісі баласына сенбейді. То есть ойлайды, что баласы осы білімге, қалай қиын болады оған деп. Ауылдық жердің ата-аналар болғанмен. И сосын мынандай нәрсе бар. Көбісі ойлайды, что в основном байдың балалары немесе дайындық жерлеріне доступы бар ата-аналар балаларына, то есть сабақ дайындық жүйесін бастай алады. Сол жайлы не ойлайсыздар, мысалы? Бәріне доступ бар ма дайындыққа? Яғни кейбір ата-аналар ойлайды, что нишқа тек қана элитаның оқушылар балалары ғана түседі депші. Яғни сендерде класстастарың арасында жалпы қалай барлығы Гелендвагенмен жүрді ма деген сияқты сұрақ қой. Пешком жұққа жайық. Мен айтар едім, бұл қате стереотип деп қалыптасып қалған. Сен өзің ауылда? Біз өзіміз Давлат екеуміз Түркістан қаласының тумасымыз. Түркістанда өстік. Енді біздің ата-анамыз элита болмады, бірақ біз Назарбаев зияткерлік мектептеріне түстік. Енді бұл жерде әр оқушының өзіне байланысты деп ойлаймын, әр оқушының дайындығына байланысты деп ойлаймын. Бұл жерде жақсы жүйелі түрде дайындық керек деп ойлаймын. Егер Назарбаев зияткерлік мектептеріне керекті, жаңа атап өттік қой, керекті өзінің дағдылар болады, мысалы сандық сипаттама, сыни тұрғыдан ойлау деген секілді дағдылар болады. Сол дағдылар бойынша жұмыс істеп, Назарбаев зияткерлік мектептерінің емтихандарында келетін дайындық сұрақтары бойынша жұмыс істеп дайындалсаң, ол кезде түсесің деп ойлаймын мен.
тек қана байдың балалары түседі, тек қана байдың балдарында ғана типа түсуге мүмкіндік бар деген сияқты ол қате стереотип деп ойлаймын. Және де бізде тағы қызықты мынандай сөздер болды осындай. Байдың балдары, яғни емтиханды сатып алады, байдың балалары ақша беріп түседі деген. Бұл да қате стереотип, қате ұғым деп ойлаймын. Бізде бәрі әділ, барлық оқушы бірдей деңгейде емтихан тапсырады, бүкіліне бірдей сұрақтар келеді, және жинаған балы бойынша қарап мектепке түседі. Мен былай айтқанда кішкене, мысалы сіз Әділет мырза экспертсіз ниш бойынша, қанша жыл жұмыс жасадыңыз, сіздер ништің оқушысы болғаннан кейін, мен қарапайым тілде, мысалы ата-аналар қалай сұрайды, мен тура солай сұрайын сіздерден. Мысалы айтады ғой, жақсы дайындық керек, иә, оның бәрі келіседі. Ништің мұғалімдермен дайындалу керек да. Хотя бы сол ништа сабақ берген студенттер емес, көбісі сөйтіп ойлайды. Бірақ көбісінің қалтасы көтермейді. Немесе арзан болса, ол курсқа особо сеніңкіремейді. Сол жайлы не ойлайсыздар, мысалы, курс қандай болу керек та? Қай жағынан мысалы больше акцент қою керек, кімге акцент қою керек? Сөзіңізбен келісем, ништің мұғалімдермен дайындалған меніңше тиімдірек болады деп ойлаймын. Себебі ништің мұғалімдері, яғни Назарбаев зияткерлік мектептерінде сабақ беріп жүр, олар Назарбаев зияткерлік мектептерінің жүйесін, бағдарламасын білет, яғни оқушыларды қалай дайындау керек екенін білет. Сол себепті меніңше Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдерімен дайындалған тиімдірек болады деп ойлаймын. Бірақ жалпы жақсы мұғаліммен дайындалғанның өзі жақсы. Дайындықсыз барғанша, дайындықсыз бір барғанша дайындық болу керек дайындалып деген барған жақсы. Бәрібір дайындалу керек, иә. Бірақ дегенмен көбінесе мысалы жақсы центрларда бағалар қымбат болып жатады, иә. Мысалы сіз өзіңіз іздеген шығарсыздар. Сол кезде бағасын көбісі көтермейді қалталары, ата-аналарын. Содан сұрап жатады соны. Мысалы біздің қалта көтермейді, қалай дайындалсақ болады деген сияқты. Сондай көбіне сұрақ та. Жауап беріп кетейін. Біз бұны инвестиция қарасақ болады, инвестиция балаға деген. Яғни егер сіздер мысалы 150 мың беру мүмкін, 200 мың беру мүмкін, бірақ баласын дайындайды, иә. Бұл инвестиция деп санау керек. Өйткені ертең балаңыз нишқа түсіп кетсе, баласы ол ата-ананың, ол 18 миллион грант жеңіп болады. Неге 18 миллион? Толықтырып кетейін. Назарбаевская школада егер платно оқитын болса, жылына 3 миллион теңге төлейді негізі артығымен. Яғни 6 жыл оқиды, 18 миллион теңге. Бірақ сіз в то время 200 мың теңге балаңызды оқытып, осылай образовательный центрда білім алдырып, Назарбаевская школаға спокойно түсіруге болады. Зачем 18 миллион теңге төлеп, когда можно 200 мың теңгеге балаңызды толық дайындап шығуға и шансын намного көбейтуге деген сияқты. Ал курс таңдаған кезде неге қарау керек деген сияқты, бірінші очередь ол курстың нәтижесіне, яғни қанша бала түсіп жатыр осы курста, и мұғалімдеріне, яғни мұғалім қандай, ол мұғаліммен танысу керек тұлға ретінде, мысалы қай жерде оқыды, қай жерде жұмыс істеді, жалпы жұмыс тәжірибесі қандай деген сияқты, өйткені ол маңызды ғой, ертең ол сіздің балаңызды оқытады деген сияқты. Полностью танысып шығып, одан кейін спокойно, егер сол екі критерийға сай келсе, спокойно таңдай берсе болады осы курста. Сосын тағы бір сұрақ, мысалы көбінесе бірінші надан бастайық, сіз педагогсыз Әділет мырза, иә? И бұрынғы, мысалы 10 жыл бұрынғы балалар және қазіргі балалар, қазір оқып отқан 6 класстар, немесе Давлат сіздердің поколение кезінде оқыған, қандай айырмашылықтар бар? Өйткені қазіргі балалардың көбісін жалқау дейді. Телефон ұстап, мысалы көбінесе телефонмен отырады деп. Мен қарапайым тілмен айтатын, ата-аналар айтып отқан затты. Мысалы қалай ойлайсыздар, бір айырмашылық бар ма? Балалардың психологиясы қандай қазіргі замандағы? Мынандай нәрсе бар. 1000 жыл бұрын неден раскопка болған ғой, астектарда. И сол жерде жазылып тұр екен, бағанағындай не деп жазып қойыпты үлкендер. Қазіргі жастарда ұят жоқ деп. 1000 жыл бұрын сөйтіп жазып қойыпты да. Қазірде де бізде үлкендер солай айтады ғой. Тура сол сияқты мен ойлаймын, қанша жерден де бағанағындай, мысалы телефон, интернет болғанымен де, барлығы мысалы бірдей ойлайтын адамдар, барлығымыз бұға бір нәрсе керек, жақсы нәрсе керек, жақсы білім керек деген сияқты, бірақ та ол жақта қазір выбордың көп болғандығы, мысалы выбордың көп болғандығы зеріктіріп жүреді, содан жалқау болып кететін адам, кім біледі. Мен ол өз ойым. Екіншіден айтады, мысалы телефонда интернетке кіріп уақытты көп жоғалтады деп, бірақ та тура сондай телефонда отырып жақсы пайдалы нәрселермен де айналысуға болады. Ол бағанағындай дегенмен де ол оқушының өзінің ынтасына байланысты, өзінің қоғамына байланысты, дегенмен де ата-анасының бағанағы баласына берген тәрбиеге де байланысты. Ол кейде болады, мен деген балама күшті тәрбие беріп жатырмын, ұрсып, бірақ бала деген бәрібір телефонды алып ол деген табады уақытты. А егер де бағанағындай бірге
дос сияқты араласып мінекей сен мынандаймен айналысып көрді бағанағындай сеніммен қараса ол кезде мен ойлаймын бірге жақсы шешімге келуге болады. Себебі дегенмен де мысалы Instagram, TikTok деген ол егер де бағанағындай осознанно келмесең көп уақытыңды алып тастайды, керек емес, энергияңды алып тастайды, ол саған пайдасы болмай қалады деген. Мен толықтырып кетсем, негізі қазір технология дамып жатыр ғой, қазір телефон деген сияқты әртүрлі гаджеттер бар, яғни соны егер балалар жақсы жаққа қолданса нәтижесін береді. Мысалы кезінде біз курсқа бардық қой, осыдан 7 жыл алдын. Негізі ол курстың орналасқан жері мен менің үйімнің ара қашықтығы 15 километр еді. Яғни мен 1 сағат уақытымды құртып барам, 1 сағат уақытымды құртып келем. Яғни бұл өте маған қиын болды, бірақ маған білім алу керек болды. Солай барып келіп оқыдық. Ол кезде еще мүлдем телефондарда онша жоқ еді. Яғни телефонмен алатын ақпарат та аз еді. Яғни іздейсің интернеттен Назарбаев зияткерлік дайындық деп ештеңе шықпайды, пусто. Мүлдем нәтиже жоқ. Қазіргі уақытта іздесек көптеген сайттар шығады, көптеген білім орталықтары деген сияқты. Соның бәрін зерттеп, білім алатын болсақ, негізі осы телефонмен де көптеген білім алуға болады негізі. Біздің қазіргі жалқау емес, көптеген балдар осы ойын ойнайды, видео көреді, әшейін уақыттарын құртады. Сол уақытта мысалы пайдалы іспен айналысса, бұл нәтижесін береді негізі. Қазір көптеген источниктер бар, Назарбаевская школа дайындайтын. Солармен дайындалса негізі телефон арқылы болсын, ноутбук, планшет шансын көтере алады любой кезде. Ата-аналар мысалы көбінесе балаларын курсқа бергісі келеді, чтобы нишқа дайындау үшін, и сол кезде көбінесе мысалы бағана айтып кеткенде бір критерияларға көңіл бөледі, мысалы мұғалім деген сияқты. Одан басқа мысалы курстардың қандай қателіктері бар, мысалы курстар өздерін қалай улучшать ете алады дегендей, и курстар қалай жұмыс істеу керек, чтобы бала қызығып оқу үшін және ата-ананың көңілінен шығу үшін. Өте жақсы сұрақ. Мысалы қазір көптеген курстардың қателігі ол гарантия десек те болады. Олар айтады, балаңызды бізге оқытыңыз, біз 100% түсіріп береміз нешқа дейді. Значит, ата-ана ол гарантияға сеніп қалады. Мысалы, Әділет мырза, сізге сұрақ, егер сіздің балаңызға возможность келіп тұр, бір курстан оқытамыз, бірақ балаңыз 50% түседі дейді. Бірақ бағасы 2 есе қымбат, бірақ балаңызды 100% түсіріп береміз дейді. Сіз қайсысын таңдайсыз? 100%. Конечно, 100%. Бірақ сіз ол кезде гарантияға сеніп қаласыз, дұрыс қой? Өйткені сіздің балаңыз да оқымайды. Сіз де сеніп қаласыз, что болды, бұл курс менің баламды нешқа түсіріп береді деп. Тесттарын жаттап алады. Иә, қазіргі өте көп қателік осыдан. Қарайсың, көптеген курстар 100% нәтиже, 100% гарантия, ақшасын төлейсің, болды, нешқа түседі. Мүлдем ондай емес. Көресіз, нәтижелерін нашар, мүлдем көптеген балалар жүреді, өкініп ата-аналар что гарантия берді, бірақ түсірмеді деген сияқты. Негізі ескеретін жайт, ол жаңа результаты, нәтижесі зерттеу керек. Яғни өткен жылға қанша адам тапсырды ол курстан, қанша бала түсті, и мұғалімдеріне мән беру керек. Яғни ол курста қандай мұғалімдер жұмыс жасайды. Ол мұғалімді тұлға ретінде қалау керек. Яғни ол мұғалім қай жерде жұмыс жасады, қай жерде оқыды, яғни жұмыс тәжірибесі неше жыл деген сияқты. Яғни ол сіздің балаңызға білім бере ала ма или білім бере алмай ма деген сияқты полностью сол жайттардың бәрін ескеру керек. Егер сол екі критерийдің бәрі сай келсе, сіз ол курсқа уверенно, сенімділікпен беріп, балаңызды дайындай аласыз. Ол кезде нәтиже болады деген сияқты өзімнің ойым. Негізі Давлат дұрыс айтып кетті. Біз енді, мен өзім жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасағаннан кейін, маған таныстарым, туысқандарым барлығы келеді. Әділет, сен ништа істейсің ғой, қандай бағанағындай не бар, таныстар бар, қанша беру керек, давай бізді түсіріп берсейші, сен сояқтасың ғой, шешіп берсейші деген сияқты. Мен сразу айтам, ол жақта ешқандай да блат, коррупция жоқ, оны сендер білесіңдер. Мысалы, нақтырақ айтатын болсақ, оқушылар результат тапсырғаннан кейін, емтихан тапсырғаннан кейін, ол бағанағы полный ответтері запечатывать етіледі да, Голландияға кетеді. Қазақстанда тексерілмейді, яғни Қазақстанда тексерілсе, бір нәрсе болып қояды ма? Білмейміз ғой, сондай болуы мүмкін, жолда жоғалып қала ма? Голландияда тексеріледі да, и сол результаттардың нақтысы келеді. Көп балл алғандар грантқа түседі. Сол себептен де мен мысалы куратор болғанда да, мен оқушыларым әртүрлі бағанағындай әлеуметтік недегі слойдағы оқушылар дейміз, жалпы орташасы да болды, жақсысы да болды, басқаша да деңгейі болды. Яғни бұдан көруге болады, тек қана байдың балалары түседі деген ол өтірік нәрсе. Әрине өтірік. Сосын бағана Давлат жақсы айтып кетті, гарантия туралы. Осы салада жұмыс жасап жатқаннан кейін
сіз білетін шығарсыз иә, көп ата аналар мысалы сұрайды ғой сізден гарантия бересіздер ма деп. бересіз ба дейді. Ол 100% гарантия берем деген курсқа мен сразу айтайын, ондайға вообще жақындап жоламау керек. Себебі Назарбаев зияткерлік мектебінде ол конкуренция 2000 оқушыдай тапсырады, и соның 100 немесе 150 оқушысы ғана түседі. Яғни ол гарантия беру мүмкін емес, иә. Сен тек қана процентажбен ғана көрсете аласың. Мынанша процент біз сізге гарантировать ете аламыз. Себебі ол оқушыға да байланысты фактор бар, конкуренция деген фактор бар, иә. Денсаулығы, мысалы, ол просто емтиханда температурамен отыруы мүмкін, қанша жерде мықты болса да, немесе просто қобалжып отыруы мүмкін. Қобалжығанда ол просто білген сұрағын ұмытып қалуы мүмкін. Осындай факторлар бар. Я сондайға мән беру керек, я. Психологиясы ол өте дұрыс нәрсе. Мысалы, вот 2000 оқушыны көргеннен кейін оқушы емтиханға кіреді, он такой мәссананың барлығы қаншама көп оқушы, жарыс, я. Өзінің недостойны санап қалуы мүмкін, я. Сол кезде это очень важно, оқушы өзін уверенно сезіну керек. Бұл яғни білімнен, мысалы, практикадан, именно бағанағы ништің системасын білгеннен бөлек оқушы психологически дайын болу керек. Оған почти 90% ата-ана мән бермейді. Егер ол өзін бағанағы емтиханда уверенный сезінсе, жақсы дайындалғанын білсе, қобал шықпаса не істеу керек екенін білсе, ол білген сұрағына дұрыстап жауап бере алады. Это уже бағанағындай нәтижені көтеруге үлкен шаг. Әрине. Септігін тигізеді. Сосын бағанағы курс таңдау барысында курстар өте көп. Мысалы, кейбір курстары да мынандай бар енді. Назарбаев мектебін бітірген оқушылар, немесе Назарбаев мектебінде оқитын оқушылар, немесе қазақ түрік лицейін бітірген студенттер деген сияқты сабақ береді. Вот осы жерден сұрақ бере кетейін, вот КТЛ-дің мұғалімдері, мысалы, көбінесе бізде көп келеді солар. Мысалы, сұрайсың, қай жердің мұғалімдері деп, мысалы, курс тағындаған кезде, вот олар КТЛ қазіргі билді сабақ береміз дейді. Олар ана ништің программасын қаншалықты бере алады деп ойлайсыздар? Бұл қате пікір ме, что билдің, нишқа именно только ништің мұғалімдері бере алады деген сияқты сабақтар? Ода, жалпы мынандай, Назарбаев зияткерлік мектебі бағана оқушылар айтып кетті, өзіндік білім беру жүйесі бар, емтиханы бар. Олар НТ тапсырмайсыңдар да? Біз НТ тапсырмайды, яғни MEST деген айтып кетті. Международный экзамен стандарта Кембридж. Стандарта Кембридж, яғни тестлеу жүйесі қабылдау кезінде де сол Кембридждік жүйемен алынады емтиханға оқушыларды. Ол яғни бір жүйе ғой, аты айтып тұрғанда бір бөлек жүйе. Қазақ түрік лицейіне да бағанағы билға да оқушылар тапсырады. Ол өзі аты айтып тұрғандай турецкая система, былай айтқанда, яғни тоже бөлек жүйе. Соның арасын шатастырмау керек. Тоже курс таңдаған кезде ата-анаға мысалы 100% гарантияда мынандай типтары бар. Біз сіздің балаңызды и КТЛ-ға да, и нишқа да, и РФМШ-ға да дайындаймыз деген сияқты. Вот, яғни әр мектептің қабылдау жүйесі бөлек. Вот содан бағана разбираться етпей бір курсқа бере салғанда түбінде оқушы и нишқа да, и КТЛ-ға да, и басқасына да түсе алмай қалуы мүмкін, потому что ол нақты өзінің жүйесімен оқымаған. Если бірінші таңдау керек, біз мынаған түсеміз, біз мынаған түсеміз. Сол жүйені беретін курсқа бару керек. Бір бағыт бойынша дайындалған дұрыс қой. Мысалы, ол сендердің кезде жайық айтып жатыр, 3 мектепке түстім деп. Қазіргі жағдайда ол өте аз кездесетін феномен. Себебі жылдан жылға конкуренция да жоғары, бағанағындай жүйесі де бөлек болып келе жатыр. Жаңа мысалы Назарбаев зияткерлік мектебіне жаңа предмет қосылып жатыр деген сияқты. Жаратылыстану, сондай нәрселер. Ал қазақ түрік лицейінде мысалы Қазақстан тарихы бар, а ништа жоқ мысалы. А ол жерде жаратылыстану, вот осындай нәрселерден бағана көп просто разбираться етіп білмегендіктен ата-ана бар баласын бере салады. И, конечно, мысалы 90% оқушы түспейді ол жақта. Ол білімнен емес, ол просто осындай кейбір аспектілерді білмегендіктен сондай обидно болып жатады. Баламды ертерек білетін жерге дайындау керек. Мұнда мынандай фактор бар. Мысалы, мен өзім университетте оқығанда бөлек педагогика деген предмет болатын. Яғни ол бағанағындай мысалы 2-2-ні қосу 4 десе, соны просто оқушыға барып 2-2 қосу 4 десе, ол ертең ұмытып қалады. А педагогика сол бағанағы 4 дегенде ертең ұмытпайтындай
тактикаларын біледі да, былай қарапайым тілмен айтқанда. Тура сол сияқты мысалы ништің оқушылары жалпы осындай мықты мектептің оқушыларының білімі өте жоғары, бірақ та сол білімді беретін жақсылап жеткізе алатын ол педагогика болу керек, иә. Сол себептен андай білімді болу бөлек, білімді жеткізе алатын ол тек қана мұғалімдер, мамандар. Я сол үшін желательно ата-аналармен сөйлескенде де мысалы болады, айтамыз, желательно мұғалімге беріңіздер, я как минимум білімін көтеріп береді, балаңыз сол білімді сіңіре алады деген сияқты. Я бірақ та мұнда не көп қой, бәрібір қазір өте көп, и одан бөлек результатқа да қарау керек. Оны Давлат жақсы айтты, ең бағана екі критерий, ең бірінші мұғалім болу керек, и ол қандай мұғалім, екіншісі результаттар. Ну, естественно, сен мықты курссың ба, қандай результаттар, статистикаларыңыз көрсетіңіздер. Осыған қанағаттанса, курсқа беру керек. И плюс біз қазір түсінген сияқтымыз, курсқа беру это обязательно, иә? Потому что о жақтағы система бөлек, сол системаны үйрете алатын курсқа беру керек. И сол кезде Құдай қаласа, ол оқушы нормально тапсырып өтіп кетуі мүмкін, нәтижесіне жетеді. Сосын ана жалғастыра кетсем осы мысльді Жандос мырза, сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем, өз тәжірибемнен, мен ағам бар, Еділ деген. Ол КТЛ-ді бітірді. Мен Назарбаев зияткерлік мектептерін бітірдім. Жаңа сіздің сұрағыңыз, КТЛ-дың студенттері, яғни КТЛ мектептерін бітірген студенттер Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындай ала ма дейсіз. Мен айтар едім, дайындайды, но бірақ Назарбаев зияткерлік мектептерін бітірген оқушы мұғалім секілді дайындай алмайды деп. Себебі олардың оқыту жүйесі бөлек, біздің оқыту жүйеміз бөлек. Сонымен қатар жаңа Әділет мырза айтып өткендей, олардың мысалы КТЛ-ға мен өзім КТЛ-дің емтиханында тапсырдым, Назарбаев зияткерлік мектептерінде емтиханын тапсырдым. Екі емтиханда айырмашылықтар бар. Мысалы жаңа КТЛ мектебіне тапсырған кезде Қазақстан тарихынан емтихан тапсырасың, ал Назарбаев зияткерлік мектептерінде оны тапсырмайсың. Және мысалы қазақ тілі пәнін тапсырасың КТЛ-да, КТЛ-дің емтиханында. Но ол жақта көбінесе жаңа грамматикаға мән береді. Зат есім деген не, сан есім деген не деген секілді. Ал Назарбаев зияткерлік мектептерінің емтихандарында мәтінмен жұмысқа көбінесе көңіл бөледі. Яғни екі мектепте екі түрлі дағды. Бір предмет болса да, бірақ екі түрлі дағды. Назарбаев зияткерлік мектептерінде бір мәтінді береді, сол мәтінге қатысты сұрақ қояды. Мысалы, мәтіннің негізгі ойын анықта, мәтінге тақырып бер деген секілді мәтінмен жұмыс жасайсың. Ал жаңа КТЛ-да көбінесе грамматикаға акцент қояды. Сол анау еще көп курстар, мысалы бұрын сіздердің дайындалған кездеріңізде мысалы курстар аз болатын, ал қазіргі проблема наоборот, курстар көп та, бірақ сапасы жоқ, иә? Сондай проблема бар. Өйткені мысалы маған ата-аналарымыз айтады, сіздерде Қазақстан тарихы бар ма деп сұрайды да. Мен айтамын, Қазақстан тарихы ол КТЛ-ға нишқа дайындамайды. Мысалы бағана айтып кеткендей. Сонда да жоқ, бізге Қазақстан тарихы да керек деп. Сонда мысалы тағы да бір проблема ол, мысалы ништа профориентация сабағы бар ғой. То есть сіздер уже профориентациядан білесіздер, иә? Мысалы қандай мамандық таңдауға болады деген сияқты. Бұл жақта да ата-аналарға профориентация керек та. Не профориентация, балаларға ориентация беретін, иә? То есть эксперт керек. Ата-анамен дұрыстап сөйлесіп, түсіндіріп беретін бүкіл жағдайда. Көп курстарда ондай эксперттер жоқ. Поэтому осындай қателіктер болып жатқан сияқты менің ойымша. Сосын сен бағана профориентация туралы айтып кеттіңіз, Жандос. Енді қызық нәрсе, осы туралы сөйлесіп кеткен дұрыс сияқты менің ойымша. Назарбаев зияткерлік мектебінде профориентатор мүлдем бөлек деңгейде жұмыс жасайды, иә? Мысалы, менің оқушыларым болды Назарбаев зияткерлік мектебінде. Бір класын бітіргенде 22 оқушы 100% грантқа түсті. Оның жартысы шетелге түсті, мысалы. Оның бағанағыдай Назарбаев университетіне түскендер бар. Тоже КБТУ, СДУ деген университет, мықты университеттерге түсе алды, еще грантқа. Вот мен ойлаймын, сол тек қана білімден бөлек, олар бағана профориентатормен жұмыс жасауының барысында, ол бағана всегда баратын, бір ағай болатын, ағайға барып, ағай не істеймін, ол именно былай қарайды да, оқушының результатына қарап, сен мына университетке шансың бар, мына университет саған мынандай болашақ бере алады деген сияқты. Вот сендердің мектептеріңдегі профориентатормен қандай жұмыс атқарылды? Мысалы, сен именно қандай сұрақтар қойдың, осындай моменттерің туралы айтып бере аласыңдар ма? Осы біздің Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде осы профориентатор деген Марат Әлибек деген кісі болатын. Ол кісі осы бізге
12 класста уже консультация істейтін болды. Апта сайын кіреді, осы жылғы ентінің потогын түсіндіреді, что қанша балл, минимальный баллды айтады деген сияқты, шетелге қандай университетке тапсыруға болады, неше орын берілді Қазақстанға, ол жерге қандай документтер керек, минимальный IELTS қанша, SAT қанша деген сияқты полностью ақпарат береді бізге. Одан бөлек ол кісі адвайзер дейді ғой, совет береді. Допустим, мысалы ол кісі шетелдегі университеттерге бізді кеңес бере алады, рекомендация бере алады. Recommendation letter дейді ғой. Яғни бізге жазып, сол letterдің арқасында біз шетелге түсіп кете аламыз. Ол кісілердің негізі әсері өте көп біздің өмірімізде, ол шетелге түсуге ше. Қазақстанға енді тек қана енті болғанымен шетелдің университеттеріне SAT керек, IELTS керек, recommendation letter дейді, motivation letter деген сияқты көптеген документтер, құжаттар тапсырылады. Соның арқасында шетелге түседі. Яғни ол кісілер осының бәрін қамтамасыз етеді, осы туралы ақпарат жинайды. И 12 класста бүкілімізге осыны ақпаратпен бөлісіп көмектеседі. Кто куда хочет, кто в Европу деген сияқты бәрін, кім қалады Қазақстана деп осылай өзі опрос жинап, бәрін грантқа түсіруге тырысады негізі. Мысалы сен 9-шы сыныпсың немесе 8-ші сыныпсың и бағана басқа оқушыларды көрдің да бір университетке түскің келді, мысалы Канададағы дейік, Америкадағы бір университетке түскің келді, сол кезде бірінші баратын кісі сол маман, профориентаторға барып, ағай мен осындай университетке түскім келеді, не істеу керек дейміз, полный саты-сатымен барлығын айтып береді, сонымен жүрсе полный результатқа шығуға болады деген сөз. Осы сұраққа толықтырып жауап бере кетсем, негізі мамандық таңдау ол өте жауапкершілікті талап ететін нәрсе болып табылады. Айтады ғой, өмірде екі нәрседен қателеспеу керек, біреу жар таңдаудан, біреу мамандық таңдаудан деген секілді. Осы тұста Назарбаев зияткерлік мектептері осы жүйесі осы мамандық таңдауға өте көп көңіл бөлген. Осы біздің мектептердің бір артықшылығы деп айта кетсем болады. Яғни арнайы маман, жаңа профориентатор жұмыс істейді мектепте. Сол кісі жоғарғы сынып оқушыларымен, жоғарғы сынып оқушылар 12 сыныптар болады, 12 сыныптан бастап солармен бірге жұмыс жасайды, соларға консультация береді, солармен бірге кездесулер өткізіп, ақпараттар береді. Мысалы, шетелге түсу үшін әр елдің өз талаптары бар. Мысалы, Америкаға түсу үшін өзінің талаптары бар, өзінің қажетті документтері бар, өзінің қажетті экзамендері бар деген секілді. Турцияға түсу үшін, мысалы, өзінің Turkish Bursary деген стипендиясы бар. Сол арқылы қандай документтер керек, полный сол жайлы толық ақпарат береді. Сол кісі толық ақпарат беріп, қандай документті жинау керек, қалай түсу керек, сен түскенше сенің қасында жүріп, саған көмектесіп, саған кеңес беріп жүреді. Осы біздің мектептің артықшылығы деп ойлаймын. Осының арқасында өздеріңіздер әлеуметтік желіден көрген шығарсыздар, өзі көп шығып тұрады. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі осындай 23 шетелдің мектебіне түсті деген секілді көп жарнамалар шығып тұрады ғой. Газеттерде мақалалар шығып тұрады. Осының бәрі сол профориентатордың арқасы деп ойлаймын. Сол кісі көмектесіп, қандай документ жинау керек, қандай емтихандар тапсыру керек, дедлайндарын, яғни емтихандардың уақытын бәрін айтып, кеңес беріп отырады. Өкінішке орай орта мектепте ондай мамандық елдері жоқ. Иә, мен оқыған мектеп кезінде де мен мысалы 11-ші сыныпта 5 рет пән ауыстырғам. Физика болды, бірінші грантқа түсу деген нәрсе. Сосын ағылшын, ұнаған соң ағылшын тілін таңдағам, географияны таңдадым. Химия таңдадым, тоже грантқа түстім. Ең соңында Қайтадан физикаға келдім дейсіз. Жоқ, ең соңында бағанағындай Казгудың олимпиадасынан бірінші орын алып, тарих таңдап кеттім. Вот осындай қызық болған себебі, ол дегенмен де бағана мектепте оқығанда осылай кеңес беретін барлық университеттерден хабары бар, саған көмектесе алатын адамның болғаны ол өте маңызды. Сол себептен ништің бұл действительно ол артықшылығы деп айтсақ болады. Өте керемет. Енді бағана 23 университет деген сияқты айттың ғой да? Қалай Қазақстанда оқып, жаңалықтан көріп жатамыз, ништің оқушылары Гарвардқа түседі. Мысалы, Барак Обама бітірген, Билл Гейтс оқыған, Марк Цукерберг оқыған университеттер сияқты универге грантқа оған мысалы бір 8 миллиард адамнан мысалы қанша 20 миллион студент болса 11-ші класс әлем бойынша. Соның барлығы, мысалы, соның бір миллионы Гарвардқа тапсырды дейікші, грантқа, мықты самый топовый университетке. И соның ішінен қалай біздің Қазақстандағы оқушылар грантқа түсіп кетеді. Сол жағын ништа ол қалай жұмыс жасалынады, осы жағынан айтып кетсең де? Бізде негізі статистика бар. Жыл сайын среднем бір адам Қазақстаннан Гарвардқа түседі.
және ол адам Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болып табылады. Енді шетелге түсу үшін жаңа айтып өткендей өздерінің емтихандары бар. Ол емтихандарға IELTS және SAT деген емтихандар жатады. Ол халықаралық деңгейдегі емтихандар болып табылады. IELTS ол ағылшын деңгейін тексеретін емтихан, ал SAT бізде математикамен тоже ағылшынды тексеретін деңгейін тексеретін емтихан болып табылады. ОБТ сияқты ғой, международный ОБТ. ОБТ, бірақ халықаралық деңгейдегі емтихан болып табылады. Вот осы емтихандар нәтижесіне қарайды. Содан кейін өзіңнің жаңағы жетістіктеріңе қарайды. Мысалы, олимпиадалардан орын алдың ба, немесе активностыңа қарайды, жаңағы мектептегі өміріңе бір іс-шаралар ұйымдастырдың ба, немесе бір клубтың жетекшісі болдың ба деген секілді осындай жетістіктеріңе қарайды. Сонымен қатар айта кететін нәрсе, шетелге түсу үшін ең керекті нәрселердің бірі motivational letter дейді. Яғни сенің мотивациялық қағазың, оны әр оқушы өзі жазады. Және сол университеттің тексеретін адамдары жаңағы көбінесе сол motivational letterді оқып, соған қарап, эссе сияқты, соған қарап, егер сол motivational letterің сені тексеріп жатқан адамға әсер қалдырса, онда сенің университетке түсу шансың жоғары болады деген секілді. Біздің Қазақстанда ЕНТ-дан результатың жақсы болса, например, бір международный олимпиададан бірінші орын алсаң, грант береді, білім жетеді. Бірақ та шетелдік университетте ол не қанайды онда, Олар біздің ЕНТ-дан признавать етпейді ғой. Ол біліміңе ғана қарамайды, ол 50% результат. Это сен бағанағы олимпиада, мектепте қандай активный болдың, спорттан қандай активный, оның барлығын қарап грант береді. Қоғамдық өмір. Ал Назарбаев зияткерлік мектебі, яғни ол білімнен бөлек осы спорт жағында, қоғамдық өмірде белсенділігінде, тұлға ретінде жан-жақты дамытқандықтан, соның барлығын бағанағы эсседе әдемілеп көрсете алсаң, результаттарын жақсылап көрсең, сенде толық шансың болады, әлемдік университеттерге грантқа түсуге. Сосын НИШ ЮНЕСКО-ның мүшесі болып саналады ғой, ЮНЕСКО клубының. Осы жерде айта кететін нәрсе, Назарбаев зияткерлік мектептері көптеген ұйымдардың мүшесі болып табылады. ЮНЕСКО-ның сонымен қатар CIS ұйымының мүшелері болып табылады. CIS деген ұйым, қарапайым тілмен айтқанда, аккредитациядан өту деген, Назарбаев зияткерлік мектебі осы аккредитациядан өткен. Яғни ол былай қарапайым тілмен айтсақ, Назарбаев зияткерлік мектебі әлемдік деңгейде білім бере алады дегеннің сертификат. CIS бағанағы сол аккредитациясы осындай тексереді. Яғни мектептер әлемдік деңгейде, жоғарғы деңгейде білім бере алады ма деген сияқты. Сол мектепке келеді, толық тексереді. Бүкіл нәрсені тексереді. Барлығын білім, оқушылармен сөйлеседі, ата-аналармен сөйлеседі. Соның барлығы ойдағыдай болса, сіздерге осындай аккредитованный мектепті алдыңыздар деген. Оның плюсы оқушылар ертең шетелге, университеттерге документін тапсыратын кезде университеттер мектебін қарап, бұлар, яғни осындай аккредитациядан өткен мектеп екен, яғни бұның білімін, бұл оқушының білімін біз мойындаймыз, результаттары жақсы екен, яғни бұл оқушыны грантқа қабылдау жеңілірек болады, преимущество, яғни осыдан да Назарбаев зияткерлік мектептерінің көп оқушылары грантқа түсуге мүмкіндік алып жатқаны, бұл да бір осы ұйым туралы айтып кетсек болады шынымен. Оны да көбісі біле білмейді. ЮНЕСКО клубы деген ол да халықаралық ұйым. Назарбаев зияткерлік мектептері осы ұйымның мүшесі. Бұл ұйымның плюсы жалпы өзі ЮНЕСКО деген ғылым, білім, өнер деген ұғымдарды алға жылжытады әлем бойынша. Көптеген конкурстар болады, яғни сол ұйымдастырған конкурсқа, сол ұйымның мүшесі болсаң, сен қатыса аласың. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебінің көптеген оқушылары осындай международный ұйымның конкурстарына қатысуға мүмкіндік алады. Конференциялар болады, ол жақта әртүрлі. Өзіңе тәжірибе аласың, сонда қатысып. Бұл бізге әлемдік тұлға болуға көмектеседі. Global person дейді ғой бізде. Солай қалыптасуға әсер етеді. Енді менде тағы бір сұрақ болып тұр. Жалпы қазір дамыған заман, қазір онлайн деген ұғым бізге көп еніп жатыр. Өте көп естиміз.
оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар, иә. Офлайн деген ұғым бар. Енді мысалы сендер осы онлайн білім беру жүйесін алдыңдар. Мысалы, иә, былтыр карантин кезінде жыл карантин кезде барлығын онлайн оқыдыңдар. Сол кездегі тәжірибелеріңмен бөліссеңдер. Мысалы, басында офлайн оқып жүрдік, потом онлайнға көшіп кеттік. Қиын болды ма, потом қалай ары қарай қалай дағдыландыңдар деген сияқты ойларыңмен бөліссеңдер, мысалы, иә. Негізі басында сәл қиындау болды, өйткені бізде резко офлайннан онлайнға ауысып кетті ғой. Шамалы басында проблема болды, біз платформаны меңгере алмай жүрдік. Бізде ол кезде Microsoft Teams деген программа бар, сол программамен сабақ өтетінбіз. Сендер ништа оқып жүргенде онлайн оқыдыңдар? Иә. Үйде жатып? Иә. Сол Microsoft Teams деген платформада білім алдық біз. Басында үйрене алмай жүрдік, бірақ одан кейін уже платформаны меңгеріп, уже қызық болып кетті. Өйткені өте қызық платформа. Бір жағынан жаңа удаленный доступ дейді ғой. Үйде отырып, осы өзіміздің ништағы мұғалімдерден сабақ алып отырдық. Бір ұнағаны, бізде өзімде көптеген бос уақытым пайда бола бастады. Яғни онлайн оқисың, сабақ бітті, одан кейін өзім шаруалармен айналыса бердім деген сияқты. Микрофонға жақ. Сабақ бітті, одан кейін өзімнің жеке шаруалармен айналыса бердім деген сияқты. Енді минустарын айтатын болсам, ол интернет мәселесі. Яғни бір кездер интернет қатып, ағайдың түсіндіріп жеткен жерін естімей қалуы мүмкін. Яғни бұл Teams-тің бір минустары, яғни Zoom, Teams деген сияқты, олардың бір минустары, екі жақта да бірдей уақыт болу керек, және екі жақта да стабильно интернет қосылып тұру керек. Егер сенде интернет өшіп қалса, болды, сабақтан қалдың деген сияқты. Сондай бір 2-3 рет моменттер болды, бірақ қайтадан сабақты қарап, оның бәрін меңгеріп алдық. Білім алуға болды. Болады, әрине. Сенде қалай болды жай? Менің ойымша онлайн оқу тиімді деп ойлаймын. Себебі жаңа Давлат айтып өткендей, онлайн үйде отырып сабақтарға қатысасың, және бос уақытың көп қалады. Сабаққа қатысасың үйде отырып, мысалы жолға, мектепке барып келуге уақыт кетеді. Мысалы сондай уақыттардан сен ұтасың да, бос уақытың көбірек болып қалады. Осы жері маған ұнады. Ал енді жаңа кемшілігі, бәріміз білеміз, ол интернет мәселесі. Интернет мәселесі кейбір жерде сет нашар ұстайды, кейбір жерде сет жақсы ұстайды деген секілді. Және де көп оқушыларда, мысалы, бәрінде бірдей жақсы ноутбук жоқ, немесе бәрінде бірдей жақсы ұялы телефон жоқ. Кейбір жаңа ұялы телефондар немесе ноутбуктар, біз мысалы Microsoft Teams платформасы арқылы өттік, сол платформаны көтермейтін де ұялы телефондар болды. Осы жер кішкене кемшіліктер болып табылады. Бірақ негізі онлайн оқуда ол да қарастырылған. Мысалы сабақтың записі жазылады. Егер оқушы түсінбесе, сол записті қайтадан көріп, өзінің түсінбей қалған жерлерін көріп, меңгеріп алса болады. Бұл да бір онлайнның артықшылығы деп ойлаймын. Сосын онлайн туралы мынандай пікір бар да, көбінесе мысалы біз ата-аналармен сөйлескен кезде, олар карантин басталды ғой март айында. Содан кейін балалардың білімі түсіп кетті дейді, онлайннан дейді. Бірақ бұл жақта мынандай нәрсе да, что бұл онлайнның проблемасы емес, именно карантиннің проблемасы деп ойлаймын да. Тура сол условияда маскамен бәрі мысалы мектепте отырып, сол мұғалім сабақ беретін болса, тура сондай білім болушы еді. Өйткені адамдар настроениесі жоқ, бәрі ауырып отыр. Екіншіден, онлайнның тағы да бір преимуществосы бар офлайнға қарағанда. Онлайнда адам мысалы настрой ұстай алады дейді, то есть нетпейді, бір орта давить етпейді деген сияқты. Көп балалар кішкене активно болмайды ғой, олар жалқау болады, үйінде отырғысы келеді. И үйінде отырып оқығанға көбіне ыңғайлы наоборот балаларға, именно қазіргі балаларға. Қазіргі заманда офлайн, мне кажется, наоборот тиімді сияқты сол жағынан. Оқушының өзіне байланысты деп ойлаймын. Еще жаңа кешірің сөзім бөлгенге, жаңа Давлат мырза айтқандай, платформалардың проблемасын айтты ғой. Бұл жақта ең басты проблема сол платформалар да. WhatsApp-пен өтті ол кезде. WhatsApp-пен оқу вообще невозможно. Біздің сестренкаларда WhatsApp-пен оқыды, жіберіп қояды материалды и үй жұмысын орында. Болды. Бұдан басқа платформа жоқ. Вообще WhatsApp-пен қолданды, әрине тиімсіз. Одан кейін баланың білімі түседі. Ол бағанағы онлайнда, көп ата-аналар айтады, баламыздың білімі түсіп кетті деп. Ол онлайн болған үшін емес, ол WhatsApp-пен оқыған үшін. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектебі түсінді, WhatsApp-пен оқуға болмайды. Біз Microsoft Teams-пен оқимыз. Бірақ көпшілік мектеп WhatsApp-пен оқиды, где сен сөйлесесің, жазысасың, сол жаққа сабақтарды жібересің. Меніңше ол Microsoft Teams платформасы платный ғой.
назарбаев зияткерлік Иә, мектептері иә, ақша иә. төлеп сатып алып Аха. аккаунттар сатып алып сөйтіп Иә, оқиды да. иә. Ал қарапайым мектептерде ондай енді қаржы финансирование болмағаннан кейін олар амал жоқ WhatsAppпен оқыды деп ойлаймын. WhatsAppпен даже өз танысыңа звондап сөйлессең де ана кейбір сөзін естіп кейбір сөзін естімейсің Иә. ол өзі и так ол сабақ өту, мне кажется, Иә. невозможно сияқты. Иә. Мен ойымша негізі оқушының өзіне байланысты деп ойлаймын. Мысалы еріншек бала онлайнда еріншек болып оқымаса, офлайнда дәл сонда еріншек бала еріншек болып сабақ оқымайды. Ал оқимын деген бала онлайнда да өзіне қарап концентрациясын жинап Иә. сабақ оқиды деп ойлаймын. негізі WhatsApp ол адамдармен қарым қатынас үшін сөйлесу үшін арналған программа ғой негізі. Ал жаңа Teams деген программалар олар прям мұғалім сабақ өту үшін арналған, білім алу үшін. Ол жерде доступ к информация деген сияқты кнопкалар бар. Өзің WhatsApp'ты звондайсың, ол или дәптерін көрсетесің, или түріңді көрсетесің, түсініксіз. Ал ол жерде прям екі экран шығып тұрады, и сабақты көресің, и мұғалімнің түрін деген сияқты полностью білім алуға болатын платформа. Яғни дұрыс жүйе болса, Иә. ол сен онлайн болсын, офлайн болсын, білімді ала аласың. Иә, мысалы болады ғой, офлайнда да адамдар оқиды, там 10 адам бір группада отырады. Иә. И мысалы бірақ активный оқушы болады, мұғалім соған ғана көңіл бөледі, немесе бағанағы өзінің ойын айта алмайтын ұялшақтау оқушы болады. Ол до конца үндемей білім де алмай кетеді. И ата-анасы тек қана ой офлайн деген күшті ғой деген оймен сондай курсқа бере салса, все, ол оқушыда білім болмайды. Еще ата-ана контроль ұстай алмайды ғой ол кезде. То есть сабаққа жібереді, ата-ана жанында отырмайды ғой, и түсінбейді да. Иә, ол да негізі бір артықшылық. Ол мысалы дегенмен де ол мың жылдап адамдар осылай офлайн оқып келе жатыр ғой. Соңғы 10 жылдықта онлайн білімнің деңгейі мүлдем бөлек болып кеткен. Иә. Біз сол көпшілігіміз бағанағындай бір моментте барлығын онлайн оқы дегенде ешкім түсінбей қалып, осындай әртүрлі жолға өтіп кеткендіктен, иә, WhatsApp, Zoom деген сияқты басында адаптация қиын болды. И, конечно, оқушы ұзақ уақытта пробелда болды. Ол дұрыс түсінбеді, дұрыс жүйе болған жоқ, дұрыс платформа болған жоқ. Ал шын мәнінде әлемде 10 жыл бұрын жақсы именно білім алуға арналған платформалар өте көп. Иә, оны қазір енді көріп келе жатырмыз. Бір қызықты факт, енді қызықты история айта кетсем, мысалы біз 2020 жылдың мартынан бастап карантин бастап онлайн оқыдық. Біз 1,5 жыл онлайн оқыдық. И онлайн оқып емтихан тапсыратын бірінші поток біз болдық. И сол кезде уже көп мұғалімдерде арасында әңгіме болды. Яғни олар 1,5 жыл онлайн оқыды, емтиханды қалай тапсырады екен, құлап қалмай ма екен деген секілді қобалжулар болды. Бірақ ең қызығы біздің мектеп, яғни біздің поток сол емтихан бойынша Назарбаев зияткерлік мектептер арасында ең лучший, ең жоғары результатты біз көтердік. Шымкент қаласындағы физика математика бағытында біздің мектеп жоғары нәтижеге қол жеткізді. Сөйтіп уже одан кейін бәрі сене бастады, онлайн оқығанда тиімді, офлайн оқыған секілді. Тиімдірек десе даже. Иә, ол бағана мысалы сендерден 1 жыл бұрын офлайн оқып, тағы да 5-6 жыл оқыған оқушылар ең үздік көрсеткіші. Сендер сияқты 1,5 жыл онлайн оқыған сияқты результат көрсете алмады, иә? Иә, біздің результат жоғары болды. Еще Қазақстан бойынша ништардың арасында. Жалпы, иә? Жалпы ол тек қана ол онлайн офлайн деген әңгіме, сол қалай білім алдыңдар деген. Сендер енді WhatsAppпен оқымадыңдар ғой, сендер дұрыс платформада оқыған соң білімді полностью ала алдыңдар, и сол білімдерін көрсете алдыңдар. WhatsAppпен чисто кері байланыс үшін. Мұғалім, жақсы жұмыс, осылай істе, осы сабақты көр деген сияқты. Чисто араласу үшін қолдандық, кері байланыс алу үшін. Иә, бұл жылдан жылға өте береді. Бағанағындай болады ғой, жоқ бізге бағанағындай тек қана офлайн керек деген жерде де ол түсіну керек уақыт, иә, ол сол мұғалімді таба аласың ба, мықты мұғалімге очередь көп, мықты мұғалімге бағана ақшасы да көп, ақшасы өте көп. Ал онлайнның тағы да бір керемет мүмкіндігі ол мықты мұғалімге, мысалы басқа қалада болсын, иә, басқа мемлекетте болсын, сол мұғалімнің білімін алуға мүмкіндік беретін құрал онлайн. Осыны да түсіне білсе, ең бастысы бағанағы былай қарапайым айтқанда 2-2-ні қосса 4 дегенді сен онлайн оқыдың ба, офлайн оқыдың ба, главный экзаменда сол 4 дегенді белгілей алсаң болды ғой. Вот это уже результат болады шын мәнінде. Жалпы, иә, қызық талқылаулар болып жатыр. Енді бұлай айтсақ, қазір көптеген оқушылар осылай сендер сияқты бұрын, сендерге 6 класс, 5 класс болған сияқты, олар да мықты мектептерге түскісі келеді, иә?
кейін болашақта бір тұлға болып шыққысы келеді. Барлығы осындай 6-шы сыныптан 5-ші сыныптан басталады ғой. Енді мысалы сен бастауышты бітірдің, все 5-6-дан басталады барлығы. Вот осындай талпынысы бар оқушыларға, Назарбаев зияткерлік мектебіне түскісі келетін оқушыларға өздеріңнің тәжірибелеріңнен қандай кеңес бересіңдер? Мысалға бір 3 кеңесті айтсақ, қазір бір Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындалып жатқан оқушыны елестетіп, құрметті оқушы, мен саған осындай кеңес беремін, мен ондайдан өткем, сенен де қолыңнан келеді деген сияқты ма, мүмкін өздерің ойларыңмен бөлісіп кетсеңдер осы мәселе бойынша. Ең бірінші айтарым, мақсат қою керек, құрметті оқушы деп айтайын. Главное, өзіңе сеніп, егер мақсат қойып, жақсы курсқа барып дайындалатын болса, спокойно Назарбаевская школаға түсіп кете алады деп айтайын. Жақсы дайындық и мақсат, и желание болса болды, главное. Если заставить етсе де болмайды. Яғни баланың өзіне де ынта болу керек, и ата-ана тоже ынта болу керек. Егер екі ортада бірге ынта болатын болса, жақынырақ микрофонға, мотивация болатын болса, ол бала спокойно түсе алады. Егер оның ата-анасы мәжбүрлеп жіберетін болса, оны қанша дайында ол түспейді ол жаққа. Ана жерде өтірік беріліп кетуі мүмкін, наугад деген сияқты. Егер и ата-анада, и балада тоже желание болса, и дайындыққа берсе ата-анасы, онда спокойно түсуге болады деп айтайын. Жақсы. Мен енді өзім жеке тәжірибемді айтайын. Назарбаев зияткерлік мектебіне түсудің алгоритмі, яғни қадамдар өте қарапайым. Меніңше 3-ақ нәрсе керек. Ол мақсат, жүйелі түрде дайындық және соған деген еңбек ету керек. Алдыңа Назарбаев зияткерлік мектебіне түсем деп мақсат қоясың. Екінші, арнайы курстарға жазылып, арнайы жүйелі түрде дайындаласың. Яғни Назарбаев зияткерлік мектеп деп бағыт алдың ба, сол бағытта дайындалып, соған қажетті дағдыларды меңгеріп, соған қажетті тапсырмаларды орындап дайындалу керек и шаршамай еңбек ету керек. Мен ата-аналарға 3 совет берейін лучше, оқушыларға емес. Ең біріншіден, егер балаңыз нишқа түсуін қалайтын болсаңыз, балаға біріншіден қатты давить етіп керек жоқ и балаға сену керек. То есть балам оқымайды деген нәрсе ол болмайды. Екінші нәрсе, жаңа сіздер айтқанда, курс таңдау кезінде ең бірінші акцентті мұғалімге қойыңыздар, центрларға емес, немесе басқа бір нәрсеге емес, тек қана мұғалімдерге. Өйткені бала конкретно мұғаліммен жұмыс жасайды. И үшінші нәрсе, это эксперттардан совет алыңыз. Эксперттар дұрыстап сіздерге түсіндіріп береді бәрін. Осыны айтайын деген. Консультация, толық зерттеп барып деген сияқты. Өте жақсы. Бүгін енді бірінші форматымыз ғой бұндай подкаст жүйесінде деп айтамыз ба? Жалпы қызықты талқылаулар көп болған сияқты. Барлықтарыңызға рахмет. Біз осылайша Назарбаев зияткерлік мектебінің тұлғалары атты айдарымызды аяқтадық. Егер де өздеріңіздің тараптарыңыздан келесіде осындай тақырыптарды талқылаңыздаршы, немесе осыған мән беріңіздер деген сияқты ойларыңыз болса, міндетті түрде комментарийда жазып кетсеңіз болады. Біз оны ескеріп, одан арғы подкасттарымызда немесе интервьюларымызда сіздерге керекті информациялар, сіздерге пайдалы ақпараттармен білімдеріңізді көтеруге байланысты ұғымдардан жұмыс жасайтын боламыз, Құдай қаласа. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздерге тағы да рахмет. Сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Рахмет үлкен. Рахмет. Келесі айдарымызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.